Бүйректегі тас бүйректе тұрып қалған қатты химиялық қалдық. Негізінде бүйректе тас тұру қалыпты жағдай. Көбінесе ұсақ кішкене болады. Әрі дәретпен бірге оңай шығып кетеді. Достар, біздің еңбегімізді ескеру мақсатында арнамызға тіркеліп қолдап кетіңіздер. Және жаңа шыққан видеоны алу үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдын ала рахмет айтамыз. Бүйрек дұрыс жұмыс істемесе, не ағзаның қалыпты жұмысы бұзылса, бұл тас ұсақталып емес іріленіп кетеді. Кейбірі тіпті бұршақтың дәніндей болуы мүмкін. Ауру осы жерден басталады. Бүйректе тұрып қалған тас үлкейе келе, дәрет шығу жолдарын бітей бастайды. Бұған дейін сіз бүйректе тас барын өзіңіз де білмейсіз. Бүйрекке барып, тас боп тұрып қалатын ол кәдімгі минералдар. Соның ішінде кальций. Көбінесе кальций оксалатынан жиналады. Бүйректе қай минерал жиналып қалғанын тексерген дәрігер айтады. Әрі соған орай ем тағайындайды. Сонымен бүйректе тас тұрып қалмас үшін не істеу керек? Бірінші, суды көбірек ішу. Кейде ағза суға тоймай, сусырап ұзақ жүріп қалса да бүйректе тас пайда болуы мүмкін. Сондықтан дәретті сұйылту үшін әрі бүйрекке жинала бастаған тұздарды шайып кету үшін суды көп ішу керек. Күніне жоқ дегенде 10 стакан су ішкен дұрыс. Бірақ минералды суды емес, кәдімгі фильтрден өткен ауыз суды ішу керек. Екіншіден, кальций құрамдас тағамдарды жеу. Жоғарыда айтқанымыздай, көбінесе бүйректе тас боп тұрып қалатын дәл осы кальций. Бірақ ағзаға кальций керек қой, қалай оны ішпейміз дерсіз? Иә, ол да бар. Ағзаға кальций өте қажет, бірақ оны бүтіндей ішуге болмайды. Мәселен, биологиялық белсенді қоспада кальций бүтіндей болады да, сүт, ірімшік, йогурт, брокколи мен апельсинде азықтың құрамдас бөлігі боп қалады. Сондықтан кальцийді жеке ішпей, азықпен құрамдас тағаммен бірге ішу керек. Оның үстіне ең қызығы кальций құрамдас тағам оксалаттың ішекте қорытылып кетуіне ықпал етеді де, ағзада оның азаюын қамтамасыз етеді. Ал жоғарыда айтқанымыздай, кальций мен оксалаттың қосындысынан тас көп пайда болады. Үшіншіден, оксалатты азайтыңыз. Жоғарыда айтылғандай оксалат кальциймен қосылып, бүйректе тас күйінде қатып қалады. Сондықтан бүйректе тас табылған жағдайда оксалат қосылған тағамдарды азайту керек. Бұған қызылша, шай мен кофе, жаңғақ пен шоколад, шпинат және манголд жатады. Төртіншіден, ас содасын аз жеңіз. Ас содасын, яғни натрийді қолдануды азайту қажет. Күніне 1,5 мг жетеді. Натрий азайса, дәреттегі кальцийдің де құрамы азаяды. Бесіншіден, ақуыз. Қызыл етті азырақ жеуге тырысу керек. Медицинада етті екі түрге бөліп қарастырады. Бірі ақ ет, екіншісі қызыл ет. Ақ етке құстың және балықтың еті жатады, ал қызыл етке малдың еті жатады. Бүйректе тас табылса, малдың етін азырақ жеу керек. Оның орнына калий көп қызанақ пен бананды жеген жөн. Цитрусты жемістерде жеген жақсы. Алтыншы, семіздіктен арылу. Семіздік бүйректе тас тұрып қалуға әкеледі. Сондықтан артық салмақ сақтамауға тырысыңыз. Егер осы видео пайдаңызға жараған болса, достарыңызбен бөлісіп, WhatsApp чаттарына таратып қоюларыңызды сұраймыз. Видео ұнаса бағалап кетіңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.